бургердің булочкасын дәл осы рецептпен жасап көріңіз. Бұл рецептпен сіздер булочка да жасасаңыздар, нан жасасаңыздар да болады. Ең алдымен каналыма тіркеліп қойдым, ұмытпаңыз. Керек заттардың барлығын описание бөліміне жазып кетемін. Бірінші кезекте сүтімізді табамызға құйып, ысығанша араластырамыз. Үстіне 1 ас қасық тұз, 2 ас қасық қантымызды салып, қасықпен жақсылап араластырамыз, яғни ерігенше. Үстіне 1 ас қасық дрожжымызды салып, араластырамыз. Үстіне пищевой пленканы жауып 15 минутқа демалдырып қоямыз. Сүтіміз суығаннан кейін үстіне 1 жұмыртқаның ақ уысын қосып, тағы да винчиктің көмегімен жұмыртқамыз біркелкі болғанша араластырамыз. Жұмыртқаның ақ уызы бұл біздің қамырдағы басты бір ингредиент, себебі бұл жұмыртқаның ақ уызы қамырды аппақ қылады, яғни высший сортына иленгендей қылып. Одан кейін ұнымызды қосамыз. Ұнымызды 2 бөлікке салып қосамыз, бірден қоспайсыздар. Одан кейін қолымызбен жақсылап жұп-жұмсақ етіп қамыр илейміз. Үстіне 4 ас қасық сұйық майымызды қосып, тағы да жұмсақ қамыр илейміз. Сұйық май көп қоспайсыздар, себебі сіздердің қамырларыңыз ашып қалмас үшін. Сұйық май қосуымыздың пайдасы қолымыздағы және табамыздағы ұндардың барлығы қамырға жабысып, жұп-жұмсақ болып шығуы үшін. Мінекей біздің қамырымыз иленіп дайын болды. Енді үстін тарелкамен жауып, 1 сағат көлемінде жылы жерге қойып қоямыз. Сыртын одеялмен орап қоясыздар, яғни орап қоямыз. Біздің қамырымыз 1 сағат ішінде ашыды. Өздеріңіз көріп тұрғандай, енді қамырымызды ешқандай ұн қажет етпейді. Қолымызбен созып, пышақпен бөліктерге бөлеміз. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша бөлесіздер. Үлкен болса үлкен, немесе кішкентай болса кішкентай, яғни өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Қамырымыздың барлығын бөліктерге бөліп, қолымызбен домалақтап жаятын боламыз. Қамырлар қатты бір-біріне жақын тұрмауы қажет, себебі қамырлар печкаға салынған кезде ісініп, бір-біріне жабысып қалмас үшін. Қамырымызды 10-15 минутқа тынықтырып болғаннан кейін тағы да осылай жалпақ қылып бетінен басамыз. Одан кейін үстіне 1 жұмыртқаны жағатын боламыз. Бұл біздің бургеріміздің беті жылтырап тұруы үшін. Жұмыртқамызды жағып болғаннан кейін үстіне кунжут себетін боламыз. Менің кунжут sepкен видеом түспей қалыпты. Одан кейін печкамызға 180 градусқа 40-45 минутқа пісіріп аламыз. Біздің уже бургеріміздің булочкалары дайын. Осы булочкамен жасаған бургерлеріміз осылай шығады. Видеоны лайк басуды ұмытпаңыздар. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін.